Сәлем достар, мен сіздерге бүгін Шерхан Мұртазаның «Жұлдыз көпір, қыл көпір» романынан үзінді оқып бермекшімін. Осиповтың ұдайы лепіре сөйлейтіні құлағына келді. Жауларды аяусыз жою керек. Революция менің пірім, оның жолында қанымды аямаймын. Ешкім одан ант талап етпесе де, Туркциктің мәжілісі сайын сөз сарыны осылай келетін кім білсін мінезді шығар. Руан қайыс белдігін тағы да қыналай түзете көмекші жігіт қайта кірді. Рысқұлов оның белдікпен алса бергенін бұрын байқаса да, бұл жолы шалақұрсақ-ау байғұс деп ойлады. Вотинцев жауап бермейді, Тұрар ака, бұл қалай болды? Дегендей Рысқұлов енді өз телефонына қол созды. Түйетауық телефонның құлағын бұрап Фигельскийді сұрады. Фигельский орнында жоқ болып шықты. Республиканың екі бірдей басшысы екеуі де өз орнында жоқ болғаны іштегі бір әлсіз күдікті күшейте түсті де, телефонмен Тұрсынходжаевты сұрағанын өзі де аңғармай қалды. Тұрар, сенбісің? Даусың бір түрлі ғой, тыныштық па? Деді Тұрсынходжаев жарқын сөйлеп. Рысқұлов жағдайды түсіндірді. Тұрсынходжаев ойланып қалды. Осиповке бармай қоя тұр, деді де сәлден кейін, мен Низаммен хабарласайын, мүмкін ол бірдеңе білетін шығар, өзім телефон шылдырлатайын, мақұл ма? Мақұл, Сағидулла ака, мен тоса тұрайын, деп Рысқұлов әуелі өршікті басып, трубканы жайлап қана ұясына қондырды. Көз алдына Сағидулла Ходжа Тұрсынходжаевтың мұрты елестеп жымиып қойды. Сағидулла қап-қара мойыл мұртының екі ұшы ширатылып, өрге шаншылып тұрушы еді. Өмірі сәнді киінетін Сағидулланың ыждағатпен күткен бір қазынасы осы мұрты болар. Мәжілістерде басынан дөңгелек құндыз бөркін алмайтын, басқа өзбектер сияқты ала топы кимес еді. Кушекин алғашқы кезде Тұрсынходжаевтың мәжілісте бөрік киіп отырғанын жақтырмай, бірде қағытып қалғаны бар. Жолдас Тұрсынходжаев, мәжілісті сыйласаңыз, бас киіміңізді алып отырыңыз, ал бас киім шеше алмайтындай кінәрат болса, амал жоқ, деп езуі қат-қабат болып ыржия күлген. Сонда Тұрсынходжаев мұрты құлағына жеткенше шаншыла түсіп, басынан құндыз бөркін жұлып алып, жолдас Кушекин, менің басым сіз ойлағандай таз емес, шаш деген жетеді. Тіпті әлдекімдерге қарайласуыма да болады, деп бөркін қолына кигізіп, дөңгелентіп қойып еді. Кушекин өзінің жап-жалтыр басын сипалап, қызғылтым жүзі қан қызыл болып қысылып қалған. Аузында әзілі жоқтың қолында шоқпары жүреді. Сіздікі де, менікі де әзіл болсын, жолдас Кушекин, кешіріңіз, деген Тұрсынходжаев ыңғайсыздықты сейілткісі келіп. Бала жастан бас киіммен отыру әдетке айналған. Мен крайком, туратком сияқты келі мекемеге бас киімімді емес, аяқ киімді шешіп кіремін. Калошым босағада қалады. Кір қоқыс басқа емес, аяққа ілеседі. Кім біледі, кейбір жолдастардың басында да кір қоқыс болуы мүмкін, деп Кушекин кегін кешіре алмай зілденіп, күрең қызыл жып-жылтыр бетінің алауы қайтып, боп-боз сөнік көзі мөлие бастаған. Тұрсынходжаев есесін жібергісі келмей мұртын ширата беріп еді. Рысқұлов, іліксіз, қағытпасыз сөйлесейік, жолдастар, деп басу айтқан. Телефонның шар-шар ете қалғаны сонша, түйетауықтай қара қорап
селкілдеп кетті. Рысқұлов трубканы жұлып алды. «Тұрар», деді ар жақтан Тұрсынходжаевтың қатқыл даусы. «Низаметдин таппадым. Осы тегін емес, сақ бол. Осиповтен қауіпім бар. Мен тағы барлау салып көрейін. Телефон күт». «Сақ бол» дейді. Осиповты қауіпім бар дейді. Сонда қалай? Праткомның мәжіліс сайын құлшына сөйлеп, Совет өкіметі жолында жанын қиып жіберуге дайын тұратын сабаз осы Осипов емес пе еді? Рысқұлов телефонға телміріп, мына түйін сұрақтың шешуін содан күткендей сілейіп тұр. Терезеге көзі түсіп еді. Шыңғылтыр аяз шыныларға кәдімгідей шілтер тоқып үлгеріпті. Талғар таудың бауырындағы черкепе үйдің қырық-құрақ жалғыз терезесіне де осындай ақпан аязында неше бір ғажайып суреттер түсіп қалар еді. Таңертең таудан асып терезеге түсіріп қалар еді. Таңертең таудан асып терезеге күн сығалар еді. Күн жарықтықтың бар жақсылығы тұлдыр кедейсің демейді, сәулесін әмма жанға байға да кедей-кедей бірдей шашыратады. Сонда әлгі аяз салған суреттер алтын жалатқандай құлпырып кетеді. Құрақ терезенің сынықтары қырғауылдың қауырсынындай сан құбылып, таңғажайып әдемі әлем пайда болар еді. Тұрар аласа ағаш төсектен тұрмай сол суретке қарап көп жататын. Кішкентай Рысқұловтың алғаш көрген сурет галереясы қырық-құрақ жамаулы терезенің құрау суреттері еді. Өгей шешесі Избайша баланың әйнектен көз алмай қалшиып жатқанына қарап таңданып ернін сылп еткізер еді. Қазірде шыныдағы шілдір суретке қадалып әр түрлі ойдың шырмауында тұрғанда көмекші жігіт кіріп келді. Ақсары жүзі алаулап, бетіне қан жүгіріпті. Артық ауыз сөз жоқ, әскери адамша тақ-тақ жүрісі біртоға жігіттің бұл жолы орынсыз күлімдегені несі екен? «Тұрар ака, сіздің қабылдауыңызға бір бикеш келіп отыр». Мана аязбен бірге аштық қысқан қаһарлы күндерде Рысқұловтың қабылдауын сұраған адамдар көп. Оған таңданатын дәнеңе жоқ. Әлде көмекші Ләзиздің жымыңдауын әсер етті ме, әлде өзінің жүрегі бірдеңе сезді ме? Рысқұлов бұл хабар ерекше мәнді болып естілді де абыржып қалды. «Кім екен? Не мәселе?» «Өзім айтам» дейді. «Тікелей өзіңізге». Ләзиздің көзі тағы күлімдейді. «Кірсін» деді Рысқұлов көмекші жігіттің қутыңдағанына түсінбей. Мойнына қара көк түлкі салған, басында жасыл кәмшат бөріктен төмен қарата бетін бүркіреп қара шілтері түсірген қыпша бел қыз кіріп келгенде Рысқұлов бұл аш емес, мұның арызы басқа болар деп ойлады. Дәуде болса экспроприацияға ұшыраған бай тұқымы шығар, мүлкімді қайтар деп арыз айта келген ғой. Мұндайларға қайырымсыз бол, Тұрар. «Қалі, келіңіз, мен сізді тыңдап отырмын», деді Рысқұлов әйел затын сыйлағандықтан ғана креслоға отырмай тізесінен тік тұрып. Жүріс-тұрысы бек жұмсақ, тым биязы, әдемі, сәнді киінген қыз. «Саламатсыз ба, жолдас Рысқұлов?» деп үн қатты. Рысқұлов сәл кідіріп, «Сәлеметсіз» деп селсоқ қостады. «Конфекциядан бәрібір құтылмайсың» деп қойды ішінен. «Мені танымадыңа, Рысқұлов жолдас? Біздің үлкен Ташкентте кім көп, пәренже жамылған әйел көп, ал сіз, қателеспесем, европалыққа ұқсайсыз. Европа әйелінің пәренже жамылғаны жараспайды екен. Кәне, келген шаруаңызды айтыңыз». Рысқұлов тым қатқылдау, бәлкім дөрекілеу кетіп қалғанын өзі де сезді, бірақ әрі-сәрі күдік күмән көбейіп кеткен сияқты. Әлгі Осиповтың
оспадарс бұйрығы, Тұрсынғожаевтың кеңесі, телефондағы жалтақтауы, енді міне жұмбақ жан, мен сені бұлай деп ойламап едім. Тұрар. Қыз даусы дірілдеп кеткендей болды. Қалай өзгергенсің? Әлде уақыт өзгерткен бе? Сен кішіпейіл едің ғой, әлде революция қатыгездіктендіріп жіберген бе? Осыны айтып, қыз бетіндегі жібек шілтеріні басындағы камшат бөріктен асыра серпіп ашып тастады. Жарқ етіп аппақ дидарлы, нұрлы жүз сұлу қыздың жәудіреген көк жасыл көздері көрінді. Бір тамшы жас сынаптай ойнақтап, үзіліп түсе жаздап, сабаудай сары кірпігіне әрең ілініп қалыпты. Мені танымадың-ау деген наланың нышаны болар сірә. Рысқұлов үлкен қара столдың айналып үнсіз бері жылжыды. Алыстан толықсып, үздігіп полонез естілді. Сен менің көңілімде әлі кішкентай Наташа қалпыңда қалыпсың. Рысқұлов өз даусының жұмсарып бара жатқанын аңғарды. Өзгеріп кетіпсің, сені де көретін күн болады-ау. Рысқұлов бір басып қыздың жанына жақындады. Сонау бала кезінде Талғар таудың қапталында Жеркепе үйіне әйтеуір бір жазда теңбіл торғай ұшып кіргені бар. Сірә кепенің есігі ашық қалған болар. Сірә жабайы құс Жеркепеде адамдар тұратынын байқамаған-ау. Бала сонда демін ішіне алып, теңбіл торғайға мысықша жылжып жетіп қолына соза бергенде жабайы құс шошып кетіп ұша жөнелген. Рысқұлов қыздың нәп-нәзік сүйрік саусақтарын қос қолдап ұстап, ақырын ғана ерніне басты. Көп жыл өтті, құдайым-ау, біз көріспегелі қай заман, деп қыз әлгі Тұрардың жұмсақ ерне тиген саусақтары мен жігіттің қайратты қара шашын сипағанда, сол қату шашта нәзік саусақтарда от шығарардай екеуінің бойы да лап-лап ете қалды. Сен сонда зым-зия жоқ болдың, Тұрар. Сені іздемеген жеріміз қалмады. Папам полицияны аяғынан тік тұрғызды. Верныйды түгел тінтіп шыққан шығар. Самасайлар ұрлап әкетті ме деп Талғар жақты да дүрліктірді. Біраздан кейін сені бәрі де ұмытты. Ал мен ұмыта алмадым, Тұрар. Мен де, Наташенька, мен де. Бір кезде сені іздеп бармақшы да болдым. Әкеңнен қорықтым. Ол кісі опат болған, деді Наташа көз жасын үйіріп. Көкірегінде жұлдыз болып басылып қалған жасыл көзден әппақ болып Тұрар емірене ұмсынғанда телефон шар ете қалды. Қолына ғайыптан келіп қалған бақыт құсынан айырылып қалатындай, Рысқұлов қызды бір қолынан ұстап тұрып телефонға бос қолын созды. Рысқұлов тыңдап тұр. Я Сағидолла ака, мен тыңдап тұрмын. Не дейді? Көтеріліс қандай бунт? Осипов? Қызды тұтып тұрған қолы еріксіз трубканы екінші басына жармасты. Өзінің қолын босатып салғанын қыз да жаманға жорыды. Рысқұловтың түрі лезде өзгеріп, сұрапыл түстеніп кеткенін аңғарып, жап-жаңа ғана мінезі майдай толықсыған айдай биязы адамның кенет шыршық ата қалғанын секем алып. Алло, Сатқын-ай, мен қазір жетемін. Жолдас Тұрсынходжаев, Низамеддинді тап, станцияға жиналайық. Темір жол жұмысшыларын, ескі Ташкент тұрғындарын көтеруге кісілер жібер. Мен қазір. Рысқұлов дәу қара столдың тартпасын сілке тартып, сұп-сұр суық маузерді суырып алып, жан қалтасына сала салды. Босағаның оң жақ бұрышында темір бақанға ілулі тұрған қара қайыс пальтосын асығыс киемін деп екінші жеңіне қолын сұға алмай қайта шешіп қайта киді. Кешір, Наташа, көріп тұрсың ғой, жағдай қиын.
Құдайым-ау, не деген қатыгез уақыт, жылдар бойы зарығып көргенде бір ауыз сөзге келтірмеген не деген сұмдық. Соғысқа бара жатсың, енді қайтып көрісуіміз де екіталай ғой. Тым болмаса қайдан келдің, халің қалай деп сұрамадың-ау тұрар. Қыздың дәл есіктің көзіне тұрып алып Рысқұловтың жолын кесті. Әлгі алау сезім, заңғар дүние, бір сәттік керемет кеңшілік кенет тарылып, су сепкендей айнала қарауыта бастады. Рысқұлов қызды ренжітпеуге тырысып, иығынан құшып, абайлап қана жолдан ысырып, есіктің жез тұтқасына қол созды. Біз жолығамыз, Наташа. Кең бол, отырып армансыз әңгімелесеміз. Мына оңбаған Осиповтың ойранын көрмейсің бе? Ал қош, көріскенше. Рысқұловпен бірге ауыз үйге Наташа да шықты. Көмекші Ләзиздің миығындағы қу күлкі лезде лып етіп өшіп, комиссардың әмірін күтіп қалшиды да қалды. Қаруың қайда? Жүр соңымнан. Рысқұлов сыртқы есіктен атырала шығып бара жатып артына бұрылып үлгерді. Наташа қара шілтерені бетіне қайтадан түсіріп, көгілдір түлкіні мойнына қымтап алған екен. Құрметті оқырман, осы оқиғаның жалғасын тыңдағыңыз келсе, менің арнама тіркеліп, лүпіл басып, пікір қалдыра кетуді ұмытпағайсыздар. Тыңдағандарыңызға көп рахмет.